Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз аллегорияға тоқталамыз. Аллегория дегеніміз не? Аллегория дегеніміз қазақша кейіптеу деген мағынаны білдіреді. Оның қандай ерекшелігі бар? Ол астарлы сөзді бейнелеудің бір түрі, қиялға ерекше әсер ететіндей образ жасайды. Аллегория бізде көбінесе ертегілерде, аңыз әңгімелерде, жыр дастандарда және туындыларда да жиі кездесіп жатады. Мысалы, түлкі қу, арыстан зорлықтың символы, қасқырдың қастығы, аққудың махаббаты. Бұл жерде барлығы астарлы сөзді бейнелеп, теңеу арқылы әсер етіп бір образ жасап тұрғанын көреміз. Немесе аллегорияның тағы бір ерекшелігі, ол жансыз нәрсені тірі кісімен ауыстырып айтады. Яғни астарлы ойды бейнелеу үшін ақындар осындай ерекшеліктерді пайдалануы мүмкін. Мысалы, Абай Құнанбаевтың ақ киімді денелі ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Бұл дегеніміз аязды білдіріп тұр, иә? Шын мәнінде аяз дегеніміз ол жансыз нәрсе ғой. Бірақ оған осындай дүниелерді өлең жолдарында қосу арқылы оны астарлы етіп жеткізіп, ерекше әсермен образ жасап тұр. Аяздың образы қандай бізде? Сонда ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Неге бұлай айтып тұр? Себебі аяз барлығын бірдей суытады, барлығын бірдей тоңдырады, ешкімді танымайды, әппақ қылып тастайды адамды, иә? Соның барлығын осы арқылы жеткізіп тұр. Яғни аллегорияға үлкен ерекшелігі ол қиялға образ жасап береді. Аллегория қиял образ. Немесе дерексіз ұғымды деректіге айналдырады. Ол да бағанағы өлең жолы сияқты. Мысалы, қулық, сұмдық, жауыздық, әділдік. Бұл сөздер кездесетін болса, бұл да бізді аллегорияға жатады. Негізі сұм, жауыз деген адамның бойындағы қасиеттер ғой. Бірақ оған қосымша жұрнақтар, немесе түрлі жалғаулар жалғану арқылы осындай дерексіз дүниелерді деректіге айналдыруы мүмкін. Келесі біз стилистикалық айшықтауға да тоқталып кетейік. Бұл ең оңай түрлері. Бұны міндетті түрде жаттап алсаңыздар, үнемі естеріңізде қалып оңай талдайсыздар. Ең әуелі ассонанс. Ассонанс дегеніміз ол өлең жолдарындағы дыбыстардың қайталануы. Қандай дыбыстардың? Дауысты дыбыстардың қайталануы. Ассонанс дауысты. Ол түрлі мақал мәтелдерде, өлеңдерде, шешендік сөздерде қолданылады. Мысалы, өзім дегенде өгіздей күшім бар. Неге бұл ассонансқа жатып тұр? Себебі ө дыбыстары қатар келіп, дауысты дыбыстары бұл ассонансқа жатады. Сол сияқты, алатауды айналсам алғадайды табам ба, сарыарқаны сандықсам саңлағымды табам ба. Бұл жерде екі а және екі с дыбыстары қатар келіпті. Ассонансқа қайсы жатады? Әрине, а дыбыстары жатады. Сонда бұл кімнің өлеңі? Бұл Жамбыл Жабаевтың өлеңі. Бізге үнемі шығармаларда, әдебиетте осындай өлең жолдары келіп отырады. Ал оны табу үшін осындай стилистикалық айшықтаудағы түрлерін жаттап алсаңыз, өзіңізге талдау өте оңай болады. Ассонанспен бірге бізде аллитерация қатар жүреді. Аллитерация керісінше дауыссыз дыбыстардың қайталануы. Мысалы, түніменен түйіндік, таң атқанша тарандық. Бұл жерде т дауыссыз дыбыстары қатар келу арқылы аллитерацияға жатады. Мына мысалға да назар аударайықшы. Бізде а қатар келіп, бұл бізде ассонанс болды. Ал одан кейінгі мына екісі қатар келіп тұр, бұл қайда жатады сонда? Бұл аллитерацияға жатады. Яғни бұл аллитерация. Әдебиеттің көркемдеуіш құралдарын басқа да түрлерін көргілеріңіз келсе, каналымнан қарасаңыздар болады. Видеоны аса тіркеліп лайк басып, арнама тіркеліп қойыңыздар.